Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін менің каналымда қазақи десерт, яғни жент дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай және қарапайым заттардан жасалады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Біз үшін қажет заттар: талқан, сары май және де қоюлатылған сүт. Енді алдыменен талқанымызға сары майымызды құйып, талқанымызды майлы етіп бірте масса қылып араластырып аламыз. Қалауларыңыз бойынша қоюлатылған сүттің орнына әселменен дайындасаңыздар да болады. Бұған ешқандай да қант ұнтағын салудың қажеті жоқ. Қант қоюлатылған қоссаңыздар өзі тәттілігі әдем болып шығады. Немесе әселмен дайындаған кезде аздап қана қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Мінекей керегінше қоюлатылған сүтімізді құйып аламыз және де қолға жабысыңқырап форма ұстайтындай етіп өздеріңіз жақсылап араластырып аласыздар. Және кез келген формаларға келтіресіздер. Немесе қолмен домалақтап, қазіргі таңда өте көптеген силиконовый формалар бар, солармен жасасаңыздар да болады. Мінекей біздің талқанымыз өз формасын ұстайтын әдемі болып шықты. Мен біріншіде осылай құрт тәріздес етіп, дөңгелетіп жайып алдым. Немесе үйлеріңізде осындай морозилканың қатыратын мұз қатырғыштар болса, олармен де жасасаңыздар болады. Формасы өте әдем болып шығады. Қазіргі таңда өте хит болып жатқан тәттілердің түрі, яғни қазақи тәттілерімізді осылай дастарханға керемет етіп ұсынсаңыздар, қонақтарыңызға ұнайды және де балдарыңыз да сүйсініп жейтін болады. Міне талқандарымыз дайын. Мен формаларын түсіріп алдым. Оңай түсіріледі және де қолмен осылай жасап алдым. Енді оның барлығын шоколадымызды ыстық суда ертіп аламыз және соған мен талқандарымды батырып жасадым. Немесе жаңағындай силиконовый формаларға астынан шоколадты құйып, үстінен талқандарыңызды қайтадан салып, сол формаға солай қатып жасасаңыздар да болады. Немесе үй тәсілінде оңай ғана осылай жасап, немесе өздеріңіз қалауларыңыз бойынша кез келген сәндеп, узорлап, яғни жасап ұсынсаңыздар болады. Мендегі тарының талқаны бидайдың талқандарынан да осылай жасасаңыздар тәтті, өте әдем болып шығады. Және осылай сәндеп, ауыз ашарға берсеңіздер тойымды тамақ, яғни сүйсініп жейтін болады. Үйлеріңізде осындай болса жаңғақ немесе арахисті осылай езіп жіберіп, бетіне сәндік үшін сеуіп қойдым. Және осылай қалған шоколадтарымызды осылай сәндеп жіберсеңіздер де болады. Бұл талқандарымызды енді аздап тоңазытқышқа қойып аламыз. Шоколады қатып, өте әдемі болып тұрады. Мінекей өте әдемі болып талқандарымыз шықты, қатып. Енді бұларды қағаздарға осылай салып қойсаңыздар да болады. Қасына құрма қойып, немесе
майсөк дайындаған болсаңыздар, соның қасына қойып берсеңіздер де дастарханда өте керемет ашады. Және де бетіне кокосовый стружкаларды сеуіп қойсаңыздар да дәмін өте әдемі келтіретін болады. Ас болсын, барлығыңызға ұнады деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Мінекей өте керемет женттеріміз дайын.